Құрметті достар, бүгін бір бомба кейспен бөліскім келіп отыр. Ровно бір апта бұрын маған сеансқа бір клиент жазылды. Ол кісінің запросы мынандай болды: хочу повысить доход своего магазина деді. Ол кісінің бір кішігірім бизнесі бар. Сол бизнесінде табысымды ары қарай көбейте алмай жатырмын деді. Біз осы сеанс кезінде себебін тауып, соңында ол алып тастаған кезде керемет бір нәтижеге көзіміз жетті. Кішігірім бір кәсібі бар адамдар, болмаса бір финансовый потолокқа тіреліп қалған адамдар осы видео пайдалы болады деген үміттемін. Соңына дейін қараңыздар. Басында мынандай бір нәрсені сразу ескерейік. Мен видеоларда әртүрлі кейстермен бөлісетін боламын, бірақ клиенттердің кім екенін көрсетпеу үшін, конфиденциальность сақтау үшін мен клиенттің атын өзгертем, жасын өзгертем, может жынысын өзгертем, кейбір детальдарды өзгертіп тастаймын, бірақ негізгі мағынасын қалдыратын боламын. Бірақ клиенттер енді қысылмасын деп олардың мәліметтерін бөліспейтін боламын. Енді маған Аружан деген бір клиент келді деп айталық. Аружан, оның жасы 50-ден асқан, и бұл кісінің кішігірім бір магазині бар. И Аружан сеанс кезінде маған мынандай нәрсені айтты: хочу повысить доход деді. Қандай проблемалар бар деп сұраған кезде үш негізгі нәрсе айтты. Біріншісі, менде бір қорқыныш бар деді. Мен бизнесімді жоғалтуға қорқам деді. Как будто жоғалтып алатын сияқты бір риск бар сияқты деді. Бұл біріншісі еді. Екіншісі, мен тапқан ақшамды өз еңбегіммен тапсам да, күйеуіммен бірге жұмыс істеп, бұл ақшаға құқым жоқ сияқты деді. Как будто бұл ақшаны я не заслуживаю деді. Сондай бір проблема бар деді. И үшіншісі, біз бизнеста күнделікті жұмыс істеген кезде өз еңбегімізбен тапсақ та, всегда бізде бір қанша тырыссақ та бір ручник бар сияқты. Машиналарда ручной тормоз болады ғой. Тура сол сияқты бізде де бір ручник тартылып тұрған сияқты. И уже көп болды біз сол ручникпен жүрген сияқты бір сезім бар деді. Осы негізгі үш нәрсе. Біріншісі, бизнесті жоғалтуға қорқам, екіншісі, тапқан ақшама құқығым жоқ, и үшіншісі, жұмыс қиын жүреді деді. Былай айтқан кезде ручникпен жүрген сияқты бір нәрсе бізді тормозит ететін сияқты деді. Осы үш негізгі мәселені қарастыратын боламыз. Окей, енді бірінші қорқыныш бар деді. Бизнесімді жоғалтып алам деген бір қорқыныш бар деді. Осы нәрсемен жұмыс істеу үшін мен басында бизнес туралы жалпы түсіндіріп беріңізші дедім. Қалай басталды, бұл қорқыныш неден шыққан екенін түсіну үшін бір контекст керек болды. Жағдай мынандай болған: бұл кісі негізі бұрыннан бизнесі бар, уже бір 7-8 жылдай бұрын бизнесті ашқан, күйеуі екеуі бәрі нормально жұмыс істеген, кезінде оборот өте жақсы болған, табысы да жақсы еді. Бірақ бір кездері бір жігітпен танысады, ол кісілер партнер болады и қосылып бизнесті ары қарай бірге жалғастыратын болады. Бірақ сөздің қысқасы, бұл жігіт мошенник болады. Ол бұл кісілерді бір дистрибьюторлармен таныстырады, официальный. Бірақ уақыт өте келе бұл жігіт көп жұмысты өзі жасамайтыны белгілі болады. Бірақ компанияның бизнестің ақшаларын өзі қолданып басқа бір нәрселерге жұмсайтын болады. И бұны түсінген кезде Аружан күйеуі екеуі болды, бұл партнермен бірге жұмыс істемейміз деп, оған бүкіл заттарын бәрін тастап, магазинді қалдырып, өздері шығады да кетіп қалады. Қаланың басқа бір шетінен сөйтіп 3 айдан кейін басқа бір точка ашады да, сол жерде жалғастыратын болады. Енді бірақ партнермен олар келісім шарттарын бұзған кезде, бірге жұмыс істемейміз деген кезде, партнер оларға біраз нәрселер айтқан и угрозалар жасаған. Мен сендердің магазиндерді жаптырам, негізі сендердің ешқандай құқықтарың жоқ, потому что дистрибьюторлармен танысқан сендерді мен едім. Сол үшін сендер не істесеңдер де мен сендердің бизнестарыңды құртам деген. Айтқанымен олар оны тыңдаған жоқ. Олар басқа бір районнан көшіп, сол жақтан бір точка ашты и бір-бірінің территорияларына кірмейміз деп шешті. Бірақ осы кісінің угрозаларына байланысты бұл кісіде, Аружанда, бір қорқыныш пайда болған екен. Потому что ол кісі өзінің адамдарын жіберіп отырған шпион сияқты, олардың магазиндеріне барып, олардың бағаларын білген. И бұл кісіде паранойя басталған ғой, былай айтқан кезде. Бұл кісі келе бергеннен кейін уже маза болмаған, бұл кісіге тыныштық таппаған. Как будто бүкіл жерде жүрсе де осы кісінің бір әсері бар сияқты. Бұл кісі оған қарап, бақылап жүрген сияқты бір сезім пайда болады. И осыдан бір қорқыныш шығады. И біз бұл моментті проработка жасаған кезде
Аружан да түсінді, то что на самом деле ол кісі оларға дым істей алмайды, потому что ол кісілер расписканы да алған, дистрибьюторлар бұл кісілердің өздерін де жақсы уже таниды, бұл кісілерді сыйлайды. Неге? Потому что бұл кісілер бұрыннан істеп келе жатыр и репутациялары жақсы еді. Адамдарды лақтырмаған ешқашан, на совесть жұмыс істеген, бұзылған товарды ешқашан сатпаған. Сол үшін бұл кісілердің репутациясы жақсы болғаннан кейін, біраз жұмыс істегеннен кейін ол өзі түсінді. Негізі, ол бізге ештеңе істей алмайды екен. Мен енді түсіндім. Енді менде ондай вроде ешқандай қорқыныш жоқ дейді. Но бірақ сонда да бір нәрсе мазалап тұрды. Сонда да бір нәрсе жібермей тұр. Бір өзіне сенім қатты артпады. Бізде бәрібір болашақта бизнеспен бәрі дұрыс болады ау деген бір сезім пайда болған жоқ. Бір нәрсе жібермей тұр. Тағы бірдеңе бар екені белгілі болды осы жерде. Сөйтіп, қорқыныш сезімін біз вроде алып тастадық. Ол басылды. Бірақ сонда да бір нәрсе бар деді. Енді менде мынандай ой болды. Бұрынғы партнері бұл кісілерді, Аружан екеуін официальный дистрибьюторлармен таныстырды ғой. Сосын бұл кісілер бөліне бастаған кезде ол кісі айтқан еді. Негізі кезінде дистрибьюторлармен таныстырған сендерді мен едім. Сендер осы нәтижеге менің арқамда жеттіңдер. Сол үшін қазіргі сендердің табыстарыңа сендердің құқықтарың жоқ деді. Мен ойладым, бәлкім осыдан шығар деп. Бәлкім осы сөздер үшін ол бағана ақшаны өзіне андай бір тиесілі емес болып сезінетін шығар. Бірақ оны қарастырған кезде ол жерде қатты проблема көрмедік. Демек, мәселе басқа жақта болды. Сөйтіп біраз сұрақ қоя бастаған кезде Аружан өз айтты. Мен кажется білетін сияқтымын деді. Мен кішкентай бала кезде бір мәселе бар еді деді. Возможно, сол деді. Неге сразу айтпады? Ол айтады, мен негізі бұл моментті уже талай адамдармен проработка жасағам дейді, бірақ қайттан сол шығып жатқан сияқты деді. Жағдай мынандай болған. Аружан кішкентай бала кезінде 5 жасында мамасы жұмысқа кеткен кезде оны әжесімен қалдыратын. Әжесімен дегенде енесімен, енді әжесі ғой, қалдыратын. Сөйтіп бір 5 жасында сөйтіп бір қалдырған кезде біз әжемізбен бірге магазин ойнадық дейді. Мен магазинде сатушы болдым, ал әжем бір клиент болып келіп, менен бір ойыншық бір нәрселер сатып алатын. Сөйтіп біз ойнайтынбыз. Сол кезде магазин ойнайтынбыз дейді. И сөйтіп ойнаған кезде әжем маған бір нәрсе сатып алған кезде мынандай тиындар беретін дейді. Енді ол кездегі тиындар, совет заман кезіндегі тиындармен ақшасын төлеп, сөйтіп ойнап, мен ойынның соңында 7 тиын таптым дейді. Заработало 7 копеек деген есімде. Әлі есімде, сол кезде 7 тиын деді. Сөйтіп ойнап атқан кезде аяқ асты мамамыз келді дейді. Настроениесі жоқ, ашулы болып келді. Әжемен де кішкене ұрысты. Сөйтіп мені қолымнан жұлқылап, курткамды тез-тез кигізіп далаға шықтық дейді. Мен бірақ сол 7 тиынымды алып үлгердім, курткамның, әлі айтады, қызыл курткамның қалтасына 7 тиынымды салып далаға шықтық дейді. Мамам тез жүріп баратыр, оның артынан үлгеру үшін мен жүгіре бастадым. Жүгірген кезде қалтамдағы тиындар сылдырлай басталды дейді. Сылдырлай бастаған кезде мамам бұны естіді да, қалтаңда не бар деп сұрады дейді. Қалтамдағы тиындарды көрсеткен кезде бұны қайдан алдың? Кімнен ұрладың деп айтты. Бұл әженің тиындары дедім. Сол кезде ол мен ары қарай сөзімді тыңдамай сразу айтты дейді. Мен сенің ұры болғаныңа жол бермеймін. Бұл тиындарды сразу қайтар. Мен сенің қолыңды шабам деп айтты дейді. Я тебе отрублю руки, но ты не будешь воровкой деп айтты дейді. Сөйтіп мен амал жоқ үйге бардым, әжеге тиындарды қайтардым, әжем түсінбей қалды дейді. Сөйтіп мамам мені қолымнан жұлқылап үйге сүйреп әкелді. Үйге келгеннен кейін мынандай ет турайтын тақтайлар болады ғой, соған мен қолымды қойып, әлі оң қолымды қойып, балтамен саусақтардың алдынан бүйтіп шапты. Мені сөйтіп қорқытты дейді. Не болса да болсын, бірақ мен сенің ешқашан ұры болғанына жол бермеймін. Одан да мен сен қолдарыңды шабам деп айтты дейді. Сол кездегі шок әлі менде сақталды дейді. И ол өзі айтады, менің оң қолым әлі де апарық дейді да. Сол бала кезден бері сол қолым кәдімгі ірі болса, оң қолым әлі әлсіз дейді. Сол кезде. Хотя саусағы ештеңе шапқан жоқ, просто шошығаннан сондай бір әсер алдым дейді. И сол кездегі анасының осы айтқан сөздері, сенің бұл ақшаға құқығың жоқ, сен ұры болмайсың, оған ұры деп еще айтқанның өзі Аружанда бір кінәлі сезім. То есть ол чувство вины дейді, как будто мен бір қателік жасаған сияқты сезінемін дейді өмір бойы. 46 жыл өтті. 46 жыл бойы как будто мен бай болуға ұялам дейді. Как будто мен ақша табуға ұялам.
ақша тапсам да мен бұны адамдарға көрсеткім келмейді дейді. Мен жақсы табыс болсам да мен күшті бір машина алғым келмейді. Демалысқа шетелге барғым келмейді. Әдемі киім алғым келмейді. Неге? Себебі адамдар менің ақша тапқанымды көрсе, маған қайттан осындай бір клеймо деді, клеймо воровки. Маған қайттан ұрыма, бұл ақшасын адал жолмен таппады ау деп біреу айтамы деп содан қорқамын дейді. Сол үшін мен ешқашан өзімнің ақшам бар екенін көрсеткім келмейді деді. И осы жерде бір түбір бар екенін біз көрдік. Неге? Себебі осының бәрін айтып жатқан кезде Аружан қатты жылай бастады. Сол кездегі 5 жасар Аружан қайттан көз алдында отырған сияқты да, хотя уже 50-ден асқан кісі еді. Осы жерде үлкен бір заряд дейміз ба, үлкен бір боль бар екен сол кезде сезіндім. Сол кездегі 5 жастағы бір инцидент қазір әсер етіп жатыр. Мен ақша табуға лайық емес сияқтымын дейді. Қазір мені адамдар көрсе, мені кінәлайды. Бұл ақшасын ұрлап тапты, өз еңбегімен таппады деп айтамы деп мен қорыққаным үшін ақша табу оған табу болды. Ақша тапқысы келмеді. Ақша табу, потому что ұры деген нәрсемен тең болып көрінді. Сол нәрсеге қатты қиналатын, кәдімгідей триггер болатын Аружанда. Осы жерге келген кезде біз вроде проблеманы таптық. Біз бұмен жұмыс істей бастадық. Байлық ол үшін бір осуждениемен тең еді. Бірақ біз бұмен жұмыс істеп, сәл-сәл бұны бастық, бұл басылды. Бай болу ол нормальный нәрсе екенін ол мойындады. Бірақ дегенмен сонда да бір нәрсе жібермей тұрды. Біз енді эмоциональное состояние дейді ғой. Эмоционалды түрде Аружан көтеріліп жатқанын біз көрдік. Бірақ бір жерге дейін көтерілгеннен кейін ары қарай қайттан тупикқа келдік. Ары қарай тоқтап қалды. Ойбай, не болып қалды? Бұл жерде тағы бірдеңе бар екенін көрдік та. Сөйтіп проработка жасаған кезде мен сұрақтарды кішкене басқаша қоя бастадым. Басында біз былай айтатынбыз: елестетіп көріңізші, сіз байсыз, сізді ешкім кінәламайды. Сөйтіп біраз көтерілгеннен кейін, бірақ бір моментте уже результат бермеді. Содан кейін мен сұрақты өзгерттім. Мынандай сұрақ қойдым. Мен просто былай ойладым: бала кезінде ол ойын ойнап жатқан кезде 7 тиын ұтты, бірақ одан мамасы ештеңе сұраған жоқ. Тиындарды көрген кезде сразу бірден не деді: сен бұл тиындарды ұрладың, бар қайтар деді. Аружанның өзіне өз ойын айтуға, өзіне шешуге, бұл тиындармен мен не істерімді, хотя ол ұтты ғой енді бұл тиындарды ойында болса да, бірақ өзіне шешуге мүмкіндік берген жоқ. Яғни ата-анасы, мамасы Аружанның орнына шешті. Аружанды даже тыңдаған жоқ, оның айтатын сөзін де тыңдағысы келмеді. И Аружанда осы нәрсе отырған сияқты болып мен ойладым. Сөйтіп Аружан елестетіп көріңізші дедім. Егер де сіздің мамаңыз тиындарды көрген кезде сізді кінәламай, бұл тиынды қайдан алдың, ойыннан деген кезде, жақсы болыпты, молодец деп айтса, и сізге бұл тиындармен не істеуге болатын өзіңізге бір выбор берсе, шешім қабылдауды өзіңізге қалдырса, не істедіңіз деген кезде Аружан ана жерде жарылды. Енді жарылды дегенде эмоционалды түрде жарылды. Өкіртіп бір жылап алды. Мен өмір бойы осыны қалар едім деді, негізі. Өмір бойы маған таңдау берілмегені енді түсінікті болды деді. Потому что кезінде мамасы айтқанын мен істедім. Ол кейін айтты: мен негізі басқа бір мамандыққа түскім келген еді, олар мені осындайға жіберді, бірақ бухгалтерияға түстім, бірақ мен бәрібір бухгалтер болып жұмыс істемедім бір күн деді. Практикадан басқасы мен жұмыс істемедім. И өмір бойы менің орныма басқа бір нәрсе шешетін, и мен өз ойымды басып тастадым дейді. Мен өзімнің қалаған нәрселерімді басып тастадым, и сол үшін өмір бойы өз ойымды жоғалтып алдым дейді. И өзім не қаларымды, не істегім келетімді мен білмедім дейді. Өз-өзімді жоғалттым дейді. И осыны біз ары-бері осымен жұмыс істеген кезде Аружанның түрі өзгеріп кетті. Күле бастады. Мәссаған дейді, маған акасы керегі осы екен ғой дейді. Мен өзім шешім қабылдағым келетін еді дейді. Біреу маған емес, мен өз ойымды, өз шешімді қабылдап, сол нәрсені істегім келер еді дейді. И біз осыны бір жарты сағатта осымен жұмыс істеген кезде Аружан эмоциональный жағдайы сразу көтерілді. Прям күле бастады. Бір жағынан күледі, бір жағынан жылайды. Бірақ бақыттан да.
қуанғаннан жылайды. Мен өзім бір әсерленіп қалдым. Аружан да айтады, мен бүкіл бағанағы реніштерім бәрі кетті деді. Мен бүкіл проблемаларым осы жерде кеткен сияқты деді. И өзіңізді қайттан елестетіңізші деген кезде ол уже былай елестете бастады. Бағана басында 7 тиынмен ғана елестетіп еді, ой, қазір менің өзімді көріп тұрған нәрсе мынандай деді. Мен сол далаға шықтым, қызыл курткам әлі бар, бірақ 2 қалтам толған тиын деді. Мен бүйтіп қалталарымды ұстап келе жатырмын, ешқандай тиындарымды жоғалтпамайын деп. Даже артқы қалтамда мынандай бір пачка купюралар тұр дейді. Мамам менен сұраған кезде мен оған спокойно жауап беремін. Бұл осындай жағдай, мен ұтып алдым. Ол кісі маған, жақсы болыпты, молодец деп айтады дейді. Мен одан кейін келдім, келесі күні әжемен ары қарай ойнап жатырмын дейді. Ары қарай ойында одан да көп ақша таптым дейді. И состояние дейді ғой, өзінің эмоционалды жағдай полностью өзгерді. Аружан көз алдында басында мынандай қысылып тұрған, подавленный болып тұр еді, соңында ашыла бастады. Өзі не деді, как будто мир стал ярче деді да маған. Кішкене андай бір еркіндікке қол жеткізген сияқты. Наконец-то мне стало свободно, я могу делать, что я хочу деді да. Мен өз таңдауыммен өзім шешім қабылдап әрекет ете аламын деді. И осы нәрсеге жеткен кезде прям бүкіл проблемалар шешіле бастады. Бұл екіншісі еді ғой. И үшіншісі қызығы ручникпен жүрген сияқты. Мен соңында сұрадым, үшіншісі есіңізде ме, сіз ручникпен жүрген сияқты болып сезім бар еді ғой, қазір ручник жоқ деді. 46 жыл бойы сол ручникпен жүрген Аружан сол моментте ручник енді жоқ деді. Мені ұстап тұрған ештеңе жоқ дейді. Мен енді сезіп тұрмын, бізде бизнеста да бәрі нормально болатын сияқты дейді. Мен бүкіл не істеу керек екенін білем, ешқандай қорқыныш та жоқ. Бұрынғы партнерді вообще маған уже маңызды емес деді ол. Енді бәрі нормально болатынына сенімдімін деді. То есть осы жерде түбінде 5 жаста болған инциденттің үстінде неше түрлі қорқыныштар, неше түрлі блоктар бар еді. Соның бәрі сол бір инцидентке байланып тұрды. Соны шешкен кезде бітті, Аружан ашылды. Прям мен өзімде кайф алдым. Аружан да өзі де қатты қуанып, көзінен жас ағып, бірақ бүкіл осы іштегі күйзелістер, травма дейміз ба, осының бәрі шықты. Енді қараңыздар, Аружанда басында 3 запрос болды. Біріншісі бизнесті жоғалтуға қорқам деді. Одан кейін тапқан ақшамды, как будто мен ол ақшамды қолдануға құқығым жоқ деді. И үшіншісі бір ручникпен жүрген сияқтымыз деді. Бүкіл осы нәрселер кетті. Бұның бәрін 5 жаста болған бір инцидентке байланысты бір проблема болды. Соны тауып шешкеннен кейін бұның бәрі кетті. Енді осы мысалды, осы кейсті не үшін түсіндіріп жатырмын? Ну, во-первых, бұндай проблемаларды алып тастауға болады екен. Бізде бір қорқыныш болса, бір комплекстар болса, болмаса біз бір финансовый патологқа тіреліп қалсақ, бұлардың бәрін алып тастауға болады екен. Өз көзіммен көрдім, бұны жетті көзім. И одан бөлек мынандай нәрсе түсіндім. И бұны енді ата-аналар болса, сіздерге айтқым келеді. Баланың шешім қабылдау құқығы бар ғой, право выбора. Шешім қабылдау, таңдау құқығын ұрламаңыздар. Неге? Себебі балаға егер таңдау берілмесе, қателесуге мүмкіндік біз оған бермесек, бізде просто қателесу ондай табу сияқты да, біз қателессек бітті трагедия. Бірақ бала қателесу арқылы үйренеді. Біз егер де оған қателесуге мүмкіндік бермесек, ол дамымайды дұрыс, өспейді. Егер ол құлап сүрінбесе, ол дұрыс жүруді үйренбейді да бала. И ең қорқыныштысы, біз балаға егер таңдау құқығын бермесек, онда балада Аружандағыдай мынандай бір установка болуы мүмкін. Мен шешім қабылдамай қоям. Неге? Потому что мен шешім қабылдасам да, бұны бәрібір менің ата-анам қабылдамайды. Егер де мен бір таңдау жасасам да, бұны бәрібір ата-анам қабылдамайды. Егер олар бұны қабылдамайтын болса, онда не үшін шешім қабылдаймын дейді. Лучше олар менің орныма бүкіл нәрсені шешсін, мен онда отыра беремін, мен жүре беремін. Мен по инерции, по течению дейді ғой, жүре беремін. Өмірдің ағысы қандай болса, мен сөйте беремін. Өзім инициатива көрсетпеймін, ештеңе шешпеймін. Зачем дейді? И тырыспайды. Бұл өте қорқынышты нәрсе. Мен бұны
бірнеше адамдан көрдім, и адам как будто қанаттарын кесіп салған сияқты бір сезімде болады. Аружанда да сондай болды. Ол ручник деп айтты да. Ручник оны өмір бойы тармай істетіп отқан нәрсе осы еді. 5 жасынан бастап қазір 50-ден асты 46 жыл бойы осы нәрсе оны тармай істетіп отырған. Алып тастағаннан кейін хотя бы 51-де осыған көзім жетті деді. Рахмет сізге деді. Хотя бы 51 жасымда мен бір еркіндік сезіндім. Қайттан өз қанаттарымды алып енді ұшам деді, примерно. Сол үшін осы нәрсені қатты абайлаңыздар. Егер сіздің балаңыз өсіп келе жатқан кезде оған шешім қабылдауға мүмкіндік беріңіз. Сіз ата-ана ретінде ол шешім қате екенін білсеңіз де оған мүмкіндік беріңіз. Бала өзі сол шешімін қабылдасын, қателессін. Енді бұл үлкен бір өмірге қауіпті бір қате болса, ладно, понятно. Оған енді рұқсат бермейміз. Бірақ кішігірім бір қате болса, рұқсат беріңіз. Ол бір нәрсені сындырып, бір нәрсені төгіп алып, бір нәрсені құлатып, сүрініп, өзі құлап, сөйтіп үйренеді. Бала кішкентай кезде қанша рет құлайды, бірақ соңында жүріп үйренеді, жүгіріп үйренеді. Велосипед айдаған кезде в любом случае адамдар құлайды, сүрінеді, ол онсыз болмайды. Соның арқасында адам үйренеді. Осы нәрсені естеріңізден шығармаңыздар, бұл өте маңызды. Өзіңіздің балаларыңызға кішкентай кезінен бастап қателесуге мүмкіндік беріңіз. Өздеріне шешім қабылдап, қате жасап, сол қатенің нәтижесін көріп, сабақ алуға мүмкіндік беріңіз. Сонда олар тезірек үйренеді. Бізге бүйтіп оларға ақыл айта салу оңай ғой, бірақ балаға ол қатты қажет емес. Олар өздері жасап көргісі келеді. Өздері жасап, сол қатені түсініп, ол одан да үлкен сабақ алады. Келесіде уже өйтіп істемейтін болады. Ал егер сіз оларға дайын шешімдер бере беретін болсаңыз, бір күні ол өзі айтады да, ол қатты еркелік кетеді бір жағынан, или айтады, ай, зачем дейді, мен не істеймін, бәрібір мен үшін бүкіл нәрсе шешілген ғой уже. Өмірде бір басқа мақсат жоқ дейді, маған бүкіл нәрсені дайындап береді дейді. И ондай бала қоғамға ешқандай пайдасына келмейді. Сол үшін бүгінгі видео осындай. Мен алдында просто бір апта бұрын сеанс жасағаннан кейін өзім қатты әсерленіп, прям бөліскім келіп жүрді. Ойымды жинақтап, бүгінге нәсіп болды. Президентский паркқа келдік. Бүкіл скамейкаларына отырып шыққан шығармыз. Бірақ сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Егер осындай тақырыптар қызық болса, каналға жазылыңыздар. Сұрақтар болса, обязательно комментке жазыңыздар. Егер сеансқа жазылғыңыз келсе, астында тоже менің контактларым бар. Сеанс болмаса да консультация алсаңыздар болады, ешқандай проблем жоқ. Келесі видеода кездескенше.